Сәлем қыздар, сүтсіз, айрансыз, тек қана судың өзімен өте жұмсақ пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, ұнаса жасап көруге кеңес беремін. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жаздым. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы су құйып аламыз. Міндетті түрде суларыңыз жылы болуы керек. Одан кейін 1 шай қасық тұз саламыз, қант саламыз 1 шай қасық және 1 шай қасық ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырамыз да қажетті мөлшерде ұнымызды саламыз. Ұнның көлемінде описание бөліміне жазып кететін боламын. Ұнымызды араластырып илейтін кезде барлығын бірден салып жібермейміз, бөліп салатын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болып иленетін болады. Одан кейін қамырымызды илеп болғаннан кейін мен 2 ас қасық сұйық май қосамын және қайтадан қамырға сұйық майымыз сіңгенше ұзағынан илеп отыратын боламын. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болады. Әдемі болып шығу үшін ең бастысы осы қамырымыз жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Одан кейін қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін ауа өтпейтіндей пакетпен жауып қоямыз және жылы жерге қоямыз. Осы қамырымыз біздің ашып көтерілемін дегенше ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ішіне салатын салмасын өзіңіздің қалауыңызға қарай, қандай ұнайды сол бойынша жасасаңыздар болады. Мен жарты капустаны пайдаландым. Осыны жұқа етіп тураймыз. Міндетті түрде жұқа болуы керек, себебі біз қазір қуыратын кезде бұл капустамыз жұмсақ болып езіліп пісуі керек. Осы сұйық майға қуырып, бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Үстіне жарты шай қасық тұз саламыз және жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Үстіне томат қосамыз. Егер де бұрын томатпен қосып, сізге сол томат қосылған түрі ұнайтын болса, өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап жесеңіздер болады. Барлығын осылай табамызға салып қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін газдың астын ақырын отқа қоямыз. Ең төменгі отқа қойып, біз капустамызды бұқтырып аламыз. Осы капустамыз бізде пісуі керек. Одан кейін бөлек бір ыдысқа салып аламыз тез суы үшін. Осы уақытта бізде қамырымыз ашып дайын тұрады. Неге қамырымызды қолымызды майлап аламыз да қамырымызды ыдысымыздан алып шығып, тура видеода көрсетілгендей етіп, қолымыздың көмегімен қамырымызды бірнеше бөліктерге үзетін боламыз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, сол кезде сіздердің пирожкиларыңыздың көлемі барлығы бірдей болып шығатын болады. Және астына міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар, себебі осындай ағаш сүлдеріңіздің үстіне жабысып қалуы мүмкін. Дастархан болса да оның үстіне май жағуды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай домалақтап аламыз, одан кейін бетіне міндетті түрде пакет жауып қоямыз, болмаса майлық жауып қойыңыздар, себебі кеуіп қалмауы керек. Оқтаудың көмегімен осылай қамырымызды дөңгелек етіп, ішіне салмасын салып, қайтадан барлығын түйіп аламыз. Түйілмей қалған қамырларымыз болмауы керек. Жақсылап қолымызбен қайта түйіп, астына май жағып, қайтадан осы үстеліміздің үстіне қойып қоямыз. Міндетті түрде теріс айналдырып, яғни біз түйген бетін осы столдың бетіне қарата аударып қоямыз. Және бетін қайтадан осындай пакетпен болмаса майлықпен жауып қоямыз. Барлығын түйіп шығамыз. Одан кейін қайтадан біріншісінен бастап алып, қолымызды қатты салмақ салмай, қамырымыздың жан-жағын, екі жағын әсіресе баса отырып, осылай қамырларымызды жайып шығатын боламыз. Оқтау пайдаланбаймыз, тек қолымыздың көмегімен ғана жайып шығамыз. Және қызып тұрған майға осылай пісіріп аламыз пирожкиімізді. Екі жағын қызарта отырып пісіріп алыңыздар. Міндетті түрде газдарыңыздың асты, майларыңыз қызып болғаннан кейін орташа отқа қойып пісіріп алуларыңыз керек. Барлығын екі бетін айналдыра отырып пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.